Қайырлы күн достар, мына видеоның мән мақсаты сіздерге қосымша ақпарат, сақтану жолдарын үйрету болып табылады. Мені дұрыс түсініңіздер. Сіздерге ең маңызды нәрсе қазір ол алдымен оқшаулану, үйдегі ауырған адамды оқшаулау, мына қоршаған ортадан өзіңізді оқшаулау арқылы сіз өз-өзіңізді қорғай аласыз, жанұяңызды қорғай аласыз. Өз басыңызды, жанұяңызды қорғасаңыз, сіз уже отаныңызға, ауылыңызға, ауданыңызға көмегімді тигіздім деп есеп жасаңыз. Ең алдымен оқшауланасыз, екіншіден сыртқа шықсаңыз маска тағасыз. Үшіншіден оқшауланғаннан кейін үйдің ішінің гигиенасын сақтауға қыз-келіншектер көп көңіл бөлеміз. Ол үшін жүгіріп барып хлорды қолданбаңыздар. Масло чайное дерево деген май бар аптекада, соны алыңыз. Пол жууға сол майды тамшылатып қолданыңыз. Вирусқа қарсы әсері бар. Майды таппасаңыз тұзды қосып жуа беріңіз. Ең маңыздысы үйдегі шаң тозаңның көп болмауы және ол шаң тозаңға хлордың қосылып мына тыныс жолымызды тұншықтырмауы. Хлорға жүгірмеңіздер қыздар. Екінші бұл үйдің мәселесі, оқшауланған үйдің мәселесі. Үйде ауырған адамды Құдайдан қорқып, бұл адамнан ұялы, балаңыз болсын, басқа болсын, қорқудың қажеті жоқ. Оқшаулап, сүртінетін сүлгісін, қолданатын ыдыс-аяғын оқшаулаңызда, құнарлы тамақ ішіп, ем қабылдауына жағдай жасаңыз, басқа жанұя мүшелерімен араласып кетпеу үшін қадағалаңыз. Бұл үйдегі жанұя мүшелеріне вирустың тарамауының алдын алуға көмектеседі. Содан кейінгі маңызды нәрсе, қазір мына садақа көбейіп жатыр. Енді садақаға бару міндетіміз мұсылман болған соң, бірақ дегенмен де оқшауланып, енді кеткен адам кетті, үйден шықпаңыздар, үлгермесеңіз жүзіне, болмаса жылына кіріп шығарсыңыз. Енді қазіргі жағдайда ең маңыздысы оқшауланып, өзіңізді, жанұяңызды сақтау болып отыр. Бұл ойыншық емес, баяғы ұятты, ыңғайсыздықты ойламаңыздар.